біздің алдымызға қойған сабағымыздың мақсаты. Енді оқушылар, бұл сабақпен сіздер алдыңғы сабақта таныстыңыздар, иә? Білесіздер, бәрін дайын отырсыздар. Енді 3 топқа бөлді. Бірінші топ бізде Әмір Темір тобы ма? Керей жоқ. Керей тобы. Керей тобы басшысы бөлді. Сабақ барысы бойынша сен сабақтарды бағалап отырасың. Бағалау қарап, иә? Келесі Жәнібек тобы. Нұрдана сен бағалап отырасың оқушыларды. Және Әмір Темір тобы. Нұрай бағалап отырасыздар, иә? 3 топқа шетке қойып қоямыздар. Енді оқушылар, өткен тақырыптарды, алдыңғы тақырыбымызды біздер есімізге түсірейік. Енді мына жерде тарихи лату арқылы мен сіздерді өткен тақырып естіңіздер. Мына жерде тарихи лату адасқан сөздер, иә? Келе қояйық, кім шығады? Келе қойшы. Сөз таба ғой. Мына жерге қойып жатсың. Қазақтың келесі кім келеді? Келе ғой. Біреуін келді. Сатаспанды. Келесі келе ғой. Артық келе ғой. Келе ғой. көпшілік өзбек мемлекеттері мен маңызды ішкі саяси жағдаймен қалыптасты. Жақсы, рахмет. Бөлдір келесі. Нұрдана. Қазақ мемлекетінің құрылу үрдісі кейіннен Мәмбет Әбілқайыр ханжығының әдістігімен ішінде көшпелі өзбектер мемлекетінен көшіп кетті. Ол сұлтандар қарсылығының бір түрі еді. Халықтың билік дала ақсүйек қауымының мүдделеріне қарсы келіп немесе оның құқықтарын шектеген кезде бағыныштылар билеушісін тастап кетеді.
Бұл үшін Сырдария бойындағы шегір қажет еді. Бұл аймақтың экономикалық маңызы зор болады. Жақсы, рахмет отырам. Жалпы оқушылар, сіздер өткен тақырып бойынша бұл тақырыпты есіңізге түсірдік, иә? Енді оқушылар, Моғолстан ханын білеміз ғой, иә? Есен бұғанның сұлтандарға достық көзқарасының себептерін айтты, иә? Неше себебі бар? Үш себеп. Бірінші себеп қандай? Бірінші себеп олармен достасып, өзінің көбірек кісілерге. Иә. Екінші себеп айтайын. Олар өз елдерін қазақ ханға қорғауға өздері сенді. Жақсы, рахмет. Үшінші себебін? Есен бұға өз билігін нығайту мақсатында керей мен жәнібекті жақсылыққа шақырды. Жақсы, рахмет. Иә, үш себепті айтты, иә? Оқушылар, жаңа топ басшылары осы тұрған оқушыларды, айтылып жатқан оқушыларды барлығын не істеудеміз, бағалап отырамыз, иә? Бағалап отырмыздар. Енді оқушылар, жалпы қазір сіздер тағы да қосымша мәлімет берсек, иә? Менен жазбаға назар аударайық, оқушылар. Қазақ даласын сан ғасырлар бойы түрлі тайпалар мен халықтар мекендеп келді. 15-16 ғасырларда қазақ тайпалары өз аумағын құрып, жеке ұлт болып қалыптасты. Қазақ тайпаларының ұлт болып қалыптасуына мына факторлар әсер еткен. Бірінші, қазақтарға тән салт дәстүр мен мәдениеттің пайда болуы. Екінші, мекендейтін аумақтың қалыптасуы. Үшінші, бір халықтың өкілі санайтын елдік халықтық санның орнығуы. Төртінші, өз ана тілінің қалыптасуы. Бесінші, бәріне ортақ бір атаудың орнығуы. Алтыншы, өзіне тән антропологиялық бет пішіннің ерекшелігі. Қазақ халқы жеке ұлт болып қалыптасқанға дейін сан ғасырлар бойы түрлі тарихи оқиғаны бастарынан өткізді. Қазақ халқының қалыптасу тарихын үш кезеңге бөлеміз. Бірінші кезең – қола және ерте темір дәуірлері кезеңі. Осы жерді мекендеген ари, тур және қиян этностарының қазақ халқының қалыптасуына әсері. Екінші кезең – түркі кезеңі. Түркі тайпаларының біздің заманымыздың бірінші мыңжылдығының ортасынан бастап жаппай қоныстануы. Үшінші кезең – 15 ғасырдың ортасындағы қазақ хандығының құрылу кезеңі. Бұл кезең қазақ халқының түпкілікті қалыптасуына түрткі болды. Сонымен 14-16 ғасырларда қазақ халқы ірі этникалық топ ретінде түпкілікті қалыптасты. Қазақ термині қайдан шықты? Бұл сұрақ тарихшылар мен зерттеушілер арасында да қызу талас-тартыс тудыруда. Орта ғасырлық деректер бұл терминнің тарихын зерттеуге зор мүмкіндік береді. Сол деректердің бірінде 1556 жылы қазақтар Мәуереннахрды басып алды деп көрсетілсе, енді бірінде 1597-1410 жылдарда Қырым қыпшақтарының бір бөлігі Литваға қоныс аударып өздерін қазақтармыз деп атап, корольдер билігінде қызмет атқарған дейді. Тағы бір дерек бойынша 1523 жылы Стамбулдағы орыс елшісі Морозов сұлтанға «Сенің Азовтағы қазақтарың далада біздің адамдарды тұтқынға алып, Азовқа сатады» деген. Тағы бір деректе 1471 жылы Новгородтағы жорыққа Касимов ханзадасы Данияр өз қазақтарымен қатысты деп көрсеткен. Бұл орта ғасырлық қысқаша деректен қазақ термині әскери іспен айналысқан көшпелілер немесе орталық билікті мойындамай, мемлекеттен бөлініп кеткендер жайлы екенін білеміз. Жақсы оқушылар, біздер алдыңғы сабақта бұларды толықтай біздерімізде шықтық. Шықты. Енді оқушылар, алдымызда сол сөздеріңіз бар ғой, білім ландырағы тапсырманы орындайық сіздер. Білім ландырағы тапсырманы тез-тез орындай қояйық. Білім ландырағы нені тапсырманы орындай қояйық. Тез-тез оқушылар.
дегенді білдіреді. Яғни қазақ қазақ мақалдарында деген мағынада. кім айтты? Кім айтты? Абдурахман Келесі. Қазақ мынада түрмеде айта қоймаса. Келесі. Шабды деген білдіреді. Өте пайдалы сөз. Кім айтқан? Уәлихан айтқан. Қазақ сөзі каз би мен сақтал пайда болған. Кім айтқан?